Ұлттық киімнің өзі ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Сондықтан ұл қыздарымыз ұлттық киімді тек мерекеде емес, ұдайы киіп жүрсе де жарасымды болатыны сөзсіз. Көз салсам өткен күннің беделіне, тарихтың тамыр тартсам тереңіне, қазақты елестетсең көз алдыңа әуелі шапан шаттық келеді ме? Патшада назар қойса бұл дәстүрге, ұлттық құндылықтың себебіне, ұлттық киім кисегер ұл мен қызың бедел қосып бермей ме беделіңе? Дәл осында дәстүрдің ізі бардай, қазақтың шолпы таққан қызы қандай. Мектепке де ендірсек бұл шараны, балалардың жанбайма жүзіп алдай. Дәстүр мәлім сақтан даратұғын, салтымда ана бастан саратұғын. Үстіңе ұлттық киім киіп алса, қалай ұмыт аларсың ана тілін? Шеленждер дәлелдеп тұрған жоқ ба? Шапан кисе шаруаның оңатынын. Міне бізде нақтылап тұрмыз соны, оюға көптің көңілі толатынын. Күн мен түн теңелгенін күтіп жүрмей, жыл 12 ай киюге болатынын ай. Ендеше ұлттық киімді насихаттау тақырыбындағы челленджді Шәмші Қалдаяқов атындағы мектеп гимназиясынан қабыл алып, Көкмардан жалпы білім беретін мектебіне және Темір жалпы білім беретін мектебіне